сіздерді Arduino негіздері курсының 22-ші сабағында көргенімізге өте қуаныштымыз. Біз сізбен бүгін проект емес, эксперименттік жұмыс жасайтын боламыз. Бүгінгі эксперименттің жұмыстың тақырыбы Tilt Switch деген датчикпен жұмыс жасайтын боламыз. Тағы да бәріңізге сәлем. Біздің Arduino негіздері курсының эксперименттік бөлігінде көргенімізге қуаныштымыз сіздерді. Және де бүгін біз эксперименттік жұмыс жасайтын боламыз. Әдеттегідей бізде эксперименттік жұмыстың негізі құрал-жабдықтармен таныстырып өтетін болсақ, бізде макеттік тақта, USB кабель, Arduino Nano микроконтроллері, жалғағыш сымдар және де бізде жарық диодтары болып табылады. Көріп отырғандарыңыздай, біз көптеген проекттерімізде жарық диодтарын көп қолданамыз. Не үшін бізге жарық диодтарын басқара бересіңдер деп комментарий немесе басқа да құралдар арқылы бізге жазып жатады. Басқа әлеуметтік желілер арқылы. Біз түсіндіргіміз келеді. Эксперименттік жұмыс пен проекттің айырмашылығы бар. Эксперименттік жұмыста сіздер тақырып бойынша сол датчиктің немесе сенсордың басқарылуы, жұмыс барысы, жұмыстың орындалу шекарасын, жұмыстың мақсатын, жұмыстың міндетін түсінесіздер. Яғни сол датчикті бір сабақ бойы сіздер эксперимент жасау барысында сіздер толықтай түсінесіздер. Ал проектте, мысалы, біз жасадық лазер security систем жасадық, және де біз баттон, LED, яғни сервомоторды айналдыратын, және де жаңбыр датчиктерін айналдыратын тағы да проекттер жасадық. Ол проекттерде біз белгілі бір мақсаттан, яғни оның белгілі бір мақсаты болады, бізге оның задачасы болады, сол задачаға байланысты біз датчиктерді, қай датчикті қолданатынымызды және де оның датчиктердің қалай жұмыс істейтін барысын біз түсіндірмейміз. Ол жерде біз проектке байланысты жұмыс жасайтын боламыз, оны қалай құрастыру керек және де оны қалай байланыстыру керек, олардың қалай скетчін жазу керек деген секілді дүниелерді ғана үйретеміз. Ал эксперименттік жұмыста біз толықтай датчиктерді үйрететін боламыз. Бүгінгі сіздерге үйрететін тақырып бойынша бізде Tilt Switch. Tilt Switch бұл бізде ағылшынша Tilt Switch, орысша датчик наклона, қазақша аударғанда наклон деп отырғанымыз иілу, иілдіру деген мағынаны білдіреді. Яғни иілу датчигі бойынша біз бүгін тақырып бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай, үш шықпасы бар, үш аяғы бар шығып тұрған, яғни үш шықпасы арқылы сигнал жібереміз. Төменнен басасақ минус, плюс және датаға жалғанатын, яғни данный алатын біздегі данный беретін немесе данный алатын пиніміз, яғни пин-ауттарға жалғайтын боламыз. Және де осы көріп отырғандарыңыздай біздегі оболочкасы бар, осы қабыршақтың ішінде вакуум орналасқан. Көріп отырсаңыздар вакуум. Және де осы вакуумның ішінде төмен жоғары түсіп тұрған ол бізде Mercury, ағылшынша Mercury, орысша ртуть дейді, ал қазақша сынап. Яғни термометрлерде қолданатын сынап, және де тағы да басқа жерлерде қолданатын сынап, және де бұл сынаптың үстіндегі қабыршағын сындырмау қажет, бұл қауіпті, және де сіздерге бұл эксперимент жасау барысында кішкентай балаларды қастарыңызға алмауды өтінеміз, өйткені бұл сынаптың ауаға таралған кезде радиоактивті тұрғыда сіздерге бөлінуі мүмкін, радиоактивность бөлінуі мүмкін, сондықтан да бұл эксперимент жасаған кезде абайлауларыңызды өтініп сұраймыз. Және де сынап бар, бұл сынапты Mercury деп атайды ағылшынша, және де ртуть деп атайды көбінесе. Және де бұл ртуть, яғни сынабымыз бізде яғни эксперимент датчиктің негізгі қызметін атқарады. Яғни сынаптың негізгі көріп отқандарыңыздай сыртын қабықшасы бар, яғни сыртында қабықшамен оралған, ішінде вакуум. Негізінен көп датчиктерде ішінде вакуум болады. Ал кейбіреулерінде газдар болады, соның ішінде инертті газдар қолданылады, немесе H2 водород қолданады көбінесе. Кейбіреулерінде көбінесе негізінен вакуум қолданады. Вакуумның ішіне сынапты салып қояды. Және де осындай көріп отқандарыңыздай, бұл Tilt Switch датчигінде сынаптың, яғни датчик наклон, иілу датчигінде біз сынапты қолданып отырмыз. Және де бұның ішінде
сынаптың бөлігі ғана қолданылып отыр. Яғни бүкіл сынаптың яғни суммасына байланысты, яғни кішкентай ғана бөлігі small amount, яғни кішкентай ғана суммасы қолданылып отыр, яғни кішкентай бөлікті сынап қолданылды. Және бұл сынаптың ішінде көріп отырғандарыңыздай сымдар орналасқан. Бұл сымдар не деулеріңіз мүмкін. Яғни негізгі жұмысты атқаратын бұл сынап. Иілу деп отырғанымыз датчик наклона, яғни біз наклон жасаймыз, яғни төмен қарай наклон жасай аламыз, горизонтальны наклон жасаймыз, вертикальны наклон жасаймыз, көптеген иілдіре аламыз, яғни датчигіміз иіледі. Бұл датчик иілген кезде сынабымыз тоже бір орында қалып қоймайды. Сынабымыз да тоже көріп отырғандарыңыздай төменге немесе жоғарыға қарай өтеді. Яғни бұл өткен кезде сынап, ішінде сынап болған кезде сынабымыз, яғни әрқашанда бізде жер гравитациялық күші бар дейміз, яғни бізде жер магниттік өріс арқылы бізді тартып тұрады, яғни ауырлық күші бар. Және бұл ауырлық күші әсер етуіне байланысты, бұл датчик наклонға да байланысты. Яғни ең минимум нүктеге қарай иіледі. Яғни мен қазір төмен қарай ұстап тұрмын, дұрыс па? Жер төменде, яғни жер төменде болса, ол минимум нүктеде тұр, яғни минимум нүктеде иіліп тұр. Яғни мен осыны айналдыратын болсам, төмен қарай, біз төмен, ол бізде бағытталып тұр да, жер бағытталып тұр. Яғни жерге қазіргі таңда минимум нүктеге алып келді сынапты. Көріп отырғандарыңыздай, осы сынапты осы минимум нүктеге алып келген кезде, яғни иілдірген кезде бұл біздегі цепке, циркуит немесе тізбекке, яғни тоқ береді. Сынапты иілдірген кезде, иілу барысында ол логикалық түрде бірге тең болған кезде ол бізге тоқ береді. Тізбекке тоқ береді. Яғни тізбекте отырғанымыз біздегі цепке, яғни электрлік цепімізге немесе тізбекке, қазақша айтқанда electrical circuitімізға біздегі бұл бір болған кезде, логикалық бір болған кезде тізбекке, яғни химиялық тұрғыда, химиялық, физикалық тұрғыда сынаптың осы көріп отырғандарыңыздай сынаптың ішіндегі екі темір бар. Бұл екі темір, біреу ұзын темір, біреу қысқа темір. Көріп отырғандарыңыздай. Бір ұзын темір мен бір қысқа темірді, яғни ұзын темірге тиген кезде, яғни ол ұзын темірге тиген кезде, ол бізде логикалық түрде бірге тең болады. Ал қысқа темірге тиген кезде 0 болады. Яғни ұзын темірге тиген кезде ол сынаптың химиялық және физикалық құбылысы пайда болып, онда логикалық түрде бірге тең болады да, тізбекті ашып, ол тізбекке тоқ береді. Тоқ береді, неге? Өйткені тоқтың тоқ береді, яғни сынап бізде химиялық элемент қой. Химиялық элементтің химиялық құбылысы және физикалық құбылысы болады. Яғни бұны tilt switch'ді ашып, датчик наклона ішіндегі сынаптың химиялық құрамын және тағы да басқа мақсатын білгілеріңіз келсе, онда интернетті ашып көрулеріңізге болады. Бүгін біз Arduino'да эксперименттік жұмыс жасаймыз, сондықтан да уақыт құртпай бірден эксперименттік жұмыстан бастасақ. Біздегі әуел баста төменнен бастасақ минус плюс дата. Яғни минусқа жалғаймыз, минусты граундқа жерге тұйықтайтын боламыз. Және де плюс, яғни плюске жалғайтын боламыз. Ортаңғысын плюске жалғайтын боламыз. Және де осы екеуін плюске жалғап алсақ. Бірінші бізде көк минусқа жалғанады. Екінші плюске жалғанады. Және де макеттік платамыздағы минус пен плюсті Arduino Nano'ға бірден жалғап алсақ. Көріп отырғандарыңыздай, бізде төменгі бөліктегі 5 вольтпен граундқа жалғайтын боламыз. 5 вольтпен граундқа жалғайтын боламыз. Сарымыз бізде граунд, ал оранжевый түсіміз бізде ол плюс. Және де біздің фиолетовый, яғни күлгін түсті
жалғағышымызды датаға жалғаймыз. Бұл датаға жалған кезде digital 12 пинға жалғай салайық. Жалғай салғанда басқа да пиндарға жалғасаңыздар болады. Егер біз логикалық түрде 0 мен 1-ді қайтарғымыз келіп отыр, сондықтан да біз digital 12 пинға, digital бөліктегі кез келген пинға жалғасаңыздар болады. Және жарық диодтың плюсы мен минусын жалғаймыз. Жарық диодтың мен көргім келеді минусына минусты жалғайтын боламыз. Граундты граундқа. Және де біз blue деген көк түсіне тек бір ғана түсті ғана жалғап көрейік. Қалай болатынын. Digital 11 пинға жалғайық көк түсіне. Және де осыны Arduino Nano микроконтроллерін енді біз USB кабель арқылы ноутбукқа немесе компьютерлеріңізге жалғасаңыздар болады. Ендігі кезекте біз жалғадық. Толықтай схеманы құрдық. Енді ноутбукке жалғаймыз. Бүгінгі эксперименттің жұмысымыздың скетчін біз Arduino IDE платформасында әдеттегідей жазатын боламыз. Бүгінгі негізгі мақсатымыз setup функциясы мен loop функциясында біздегі скетчіміздің кодын толықтай түсіндіріп жазғымыз келеді сіздерге. Ол үшін бізден әуел бастан tilt switchімізді датаны беру үшін біз digital 12 пинға жазған болатынбыз. 12 деп аламыз, және де оның айнымалының атын tilt pin деп аламыз, және де ол 12 деп отырғанбыз. Ол бүтін сан болса, онда типі оның integer типті болады, сондықтан да integer деп жазатын боламыз. Және бізде RGB диодымыздың blue, яғни көк түстісін біз digital 11 пинға жалғаған болатынбыз. Blue pin 11 деп жазамыз, яғни 11 пиніміз бізде blue пинға тең болады. Бұл деп отырғанымыз 11 мен 12 пиндарға бізде айнымалары бар, және сол айнымалардан данныйды алып, кіріс және шығыс айнымаларын алатын боламыз. Енді setup функциясында біз конфигурациялайтын боламыз. Pin mode бірінші. Ол деп отырғанымыз режим. Қандай режимде? Input па әлде output па? Бізде tilt pin. Tilt pinіміз ол бізде датчик наклон, датчик иілу, яғни иілу датчигі ол бізде қандай біз данный деп информацияны береміз, сигнал береміз, сондықтан да ол input болады. Неге input дегенде ол яғни кіріс мәні болу керек. Кіріс айнымалысы, яғни ішіндегі сынаптың мәні төмен қарай, жоғары қарай түскен кезде оған біз кіріс мәнін береміз, яғни кіріс мәнін беру арқылы біздегі blue пиніміз шығыс мән болады. Неге шығыс мән? Өйткені бізге ол жарықты беру керек. Жарық беретін болса, ол бізде шығыс болып табылады, output болып табылады. Және де бізде zero, яғни blue пинімізді output және tilt пинді input деп аламыз. Input пен output'тың мағынасын түсіне аламыз, кіріс пен шығыс айнымалылары. Және де бізде монитор портты қосу үшін бегем 9600 дейміз. 9600-де монитор портты шығару үшін serial begin деп жазатын боламыз. Және де бізде осы 9600 портқа жалғап болғаннан кейін әдеттегідей логикалық түрде бізде loop функциясында логикалық айнымалы құратын боламыз. Логикалық айнымалы ағылшын тілінде boolean деп аталады. Сол boolean айнымал типі бойынша жаңадан айнымалы құрамыз. Ол айнымалымыздың аты stat деп аталады. Stat айнымалысы ол қандай мәндерді қабылдайды? 0 мен 1-ді ғана қабылдайды. 0 мен 1-ді ғана қабылдайтын болса, ол бізде функция бар, ол digital rate деген функция бар. Digital rate 0 мен 1-ді ғана қайтарады деген сөз. 0 мен 1-ді қайтаратын болса, tilt пинді, яғни қай айнымалдан алу керек, ол қай датчиктен алу, tilt'тан алу керек, яғни tilt switch'тен алу керек, наклон датчигідан алу керек. Сондықтан да tilt пин деп жазамыз, digital rate айнымалы, және де бұл return бізге 0 мен 1-ді қайтарады. Return 0 and 1. Потом шарт қоямыз, егер 1 болатын болса, 1-ді high деп белгілейміз, ал әйтпесе, яғни else деп белгілейміз, және де else олай болмаған жағдайда бізде шарт бойынша берілуі қажет, яғни осы шарттардың ішіне жазатын боламыз. Яғни монитор порттыға біз serial print ln деп статтың мәнін көргіміз келеді, яғни
статтық мәні 0 болды ма 1 болды ма оны қалай көре аламыз, соны бірге көрейік. Және де 1 болған кезде, яғни датчик наклонымызға, яғни сынабымыз тізбекке тоқ берген кезде, онда біздегі жарық диодымыз жансыз дейді. Яғни digital right, blue pin, high деп алайық, яғни high 1 болған кезде онда 1 болсын, яғни сынабымыз тізбекті ашқан кезде, яғни тізбекке тоқ берген кезде, онда blue pinіміз көк түсті жарық берсін деген пәрменді береміз. Ал LCD digital right, яғни әйтпесе, яғни қарама-қарсы шарт болғандықтан ол бізде low болады. Не үшін low? Өйткені тізбекке тоқ барған жоқ, тоқ бармаса онда жарық жанбайды деген сөз. Яғни low деген айнымалын алатын боламыз. Яғни компиляцияға беретін болсақ, толықтай компиляция орындалуы қажет. Толық шарт дұрыс деп ойлаймын. Скетч дұрыс. Толық аяқталсын компиляцияның мәні. Толық аяқталды. Біздегі жазған скетчіміз дұрыс жазылған, синтаксте қате жоқ. Енді бізде платаны, процессорды, портымызды таңдайтын боламыз. Процессор Atmega 328 bootloader және де біздегі comp 6, яғни comp 6 портты таңдайтын боламыз. Және де одан кейін скетчті Arduino Nano микроконтроллеріне жүктейтін боламыз, download жасайтын боламыз. Енді осы инструменттердің ішінен бізге толықтай жүктелді. Енді инструменттердің ішінен біз монитор портты ашып, қандай мәнді беріп жатырғаны көрейік. Қазіргі таңда 0-ді беріп жатыр екен. 0 деген мәнді беріп жатыр. 0, 0, 0. Бірге ауысты, яғни тізбекке тоқ барды. Тоқ барса, онда жарық диодымыз көк түсті жандырды. Қазір 0, қайтадан 1, 0, 1, 0, 1 деп пәрменде беріп жатыр. Дәл осындай қылып эксперимент жұмысты сіздер проектке қолдансаңыздар болады. Проектке, мысалы, ұшақтардың ұшу процесіне қолдансаңыздар болады, және тағы да басқа. Осындай процесс бойынша сіздер енді проектке өздеріңіз скетч жазсаңыздар болады. Біз шағын ғана скетчті, яғни эксперименттік жұмыс ретінде көрсеттік. Енді сіздер осы скетчті дамыту арқылы проекттерге қолдануды үйренсеңіздер болады. Ноутбукке жалғау үшін USB кабелімізді алып келіп, көріп отқандарыңыздай біз скетчті жүктедік. Енді кезекте біз қарайық. Мен төмен қарай, яғни датчигімді төмен қарай алып келіп тұрмын. Енді мен үстіге қарай көтерейін, яғни наклон жасайын, иілу жүргізейін. Сол кезде бізде не болды? Мен сіздерге көрінетіндей былай жасайын. Былай көрінетіндей. Көріп отқандарыңыздай біздегі төмен қарай тұр, яғни ұзын бөлігіне сынабымыз тиген кезде жарығымыз жанады. Ал қайтадан жоғары қарай көтерген кезде көріп отырсыздар да. Көрсеңіздер, міне, мен кез келген бұрышқа бұрып жатырмын. Сол кезде бізде логикалық түрде 0 болады. Өйткені неге? Сынабымыз біздегі төменгі қысқа сымымызда тұр. Өйткені сынапта ешқандай нені жапты? Тізбекті жауып тұр. Тізбекті жапқан кезде ешқандай тоқ бармайды жарық диодымызға. Ал егер мен сынабымды төмен қарай жүргізетін болсам, яғни айналатын болсам, жарық диодым жанып жатыр, көріп тұрсыздар. Бұл field switch'і қайықта қолданады, иілу датчигін қайда, наклонды қайда қолданады деген кезде, бұл датчиктерді ұшақтарда қолданады, яғни аэроғарыш бөлімінде қолданады, яғни ұшақтар кез келген градусқа бұрыш жасап немесе ұшады, яғни ұшқан кезде жоғары көтерілуі мүмкін, немесе төмен түсуі мүмкін. Сол кезде сигнал беру ретінде олардың қандай градусқа бұрылғанын және тағы да басқа қызмет ету барысында қолданылатын болады. Сіздерге қазір мен төмен қарай қолданып көрсем.
сіздерге көрінетіндей қылып көрсетейін сіздерге. Көріп отырсыздар ма? Біздегі датчигімні сынабым менде төмен қарай түссе, жарығым жанады. Тізбекті, яғни тізбекті жауып тұр, жабады, тоқ бармайды. Тізбекті ашады, тоқ барады. Көрдіңіздер ме? Сынаптың химиялық құрамы бар. Яғни сынап белгілі бір деңгейде тоқ бере алатын және де тоқ бере алмайтын. Яғни бұл элементтің құпиялығы және де сіздер сынап деген элементтің ртуть немесе меркурий деп жазсаңыздар, сіздер сынаптың химиялық құрамын бақылай аласыздар және де тағы да басқа мағлұматтарды таба аласыздар. Көріп отырғандарыңыздай жарығымызды жандырып жатырмыз, яғни сынап жоғары төмен, жоғары төмен. Көріп отырсыздар ма? Сынап деген термометрлерде қолданылады, яғни ол кез келген градусы жоғары көтеріледі немесе түседі, байланысты соған. Бұл вакуумда тұрғандықтан біздегі сынабымыз вакуумның ішінде тұрғандықтан төмен жоғары қарай жеңіл қозғалады және де тоқ барып жатыр. Яғни жабады тізбекті ашып көрсетеді. Және де бүгінгі эксперименттің негізгі мақсаты да осы еді. Біздегі жұмыс барысында сіздерге tilt switch, яғни датчик наклон иілу датчигінің жұмыс істеу барысын, оның қалай жұмыс істейтінін және де қандай мақсатта қолданылатынын сіздерге көрсету болатын. Және де бүгінгі эксперименттің жұмысы орындалды деп ойлаймын мақсаты. Және де егер де осы сіздерге бүгінгі көрсеткен сабағымыз ұнаса, YouTube каналымызға жазылып, лайк басы, дизлайк басы, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Көп рахмет.